Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Мұхтар. Халық банкте сеньор дата сайентист болып жұмыс жасаймын. Жалпы мына агент, чат-бот жасау, рак системасын жасау саласында көп атқарған жұмыстарым бар. Бүгінгі сіздермен бөліскім келген тақырып рак дәлдігін арттыру әдістері. Жалпы енді бірден бастасақ болады. Мен енді қазақша тілінде айтамын, бірақ презентацияларды ағылшынша тілінде жасадым. Себебі қазақша аударған кезде олардың мағынасы жойылып кетті да, түсінуге қиын болады, және мынау қазақ тілін түсінбейтін аудиторияға да кішкене оңай болсын деп ағылшын тілінде жасадым презентацияларды, өзім қазақша тілінде түсіндіретін боламын. Бір кейс алайық, бізге чат-бот жасау керек болсын, бірақ чат-ботымыз өзіміздің бір документтердің негізінде ғана жауап беретін болсын. Осындай бір кейс болсын. Мысалға, ол банктың ішіндегі документтер болуы мүмкін, немесе сіздердің бір өздеріңіздің 100 кітаптарыңыз болуы мүмкін, және чат-бот тек қана сол 100 кітапқа сүйене отырып қана жауап беру керек болса, LLM-дарды бірден қолдану, ChatGPT, Gemini сияқты LLM-дарды бірден қолдану қателіктерге әкеледі. Себебі ол LLM-дар ол деректерді көрмеген болуы мүмкін. Мысалы, бірінші кейс. Немесе ол деректер сіздердің тек қана корпоративный данныйлар болса, конфиденциальный болса, ол деректерді көрмеген немесе ескі болуы мүмкін. То есть бұрын мысалы картаның комиссиясы 10% болған болса, кейін 12%-ке өзгерген болса, LLM-дар 10%-ті көріп қате жауап беруі мүмкін. Яғни бұл жерде негізгі проблема сол деректердің негізге ала отырып жауап беруде. Осындай проблеманы шешу үшін рак деген системаны ойлап тапқан, яғни белгілі бір деректерге сүйене ғана отырып, солардың негізінде жауап беру. Ол енді қалай жұмыс істейді? Мына деректердің саны өте көп болған кезде, бірінші сол деректерді алып документтерге бөлеміз. Мысалы, сізде 100 кітап болса, әр кітапты бір 10 шақты или 100 шақты бөлікке бөліп, бір 1000 шақты сондай бір бөліктер жасаймыз. Оны документтер деп атайды. Және енді клиенттен сұрақ келген кезде чат-ботқа, мысалы, картаның халық универсальный картасының комиссиясы қандай деген сұрақ келсе, онда сол бөлінген документтердің ішінен іздеп, енді білетіндер болса, мынау векторларды іздеуге болады, яғни жақын векторлармен іздеуге болады. Сол документтердің ішіндегі ең жақын деген документтерді іріктеп алып, соларды LLM-ға жіберіп, және солардың негізге ала отырып жауап беретін системаны RAG системасы деп аталады. Бұл деген Retrieval Augmented Generation деп расшифровкасы солай деп аталады. Енді оның қандай проблемалары бар? Дәлдігін арттыру деді бұл тақырыпты. Енді ол дәлдігін арттыру, значит, проблема бар деген сөз. Енді қандай проблемалар бар? Ол үшін мынау классикалық мемге қарайық. Біздің енді RAG системамыз болсын, осы системаға клиентіміз келіп сұрақ қояды. RAG деген не дейді ол? Осындай сұрақ қойған кезде RAG системамыз ол сөйлемді алады, оны векторға айналдырады. Енді вектор дегенді түсіну үшін былай түсіндіре кетейін. Мысалы, бізде бір екі сөйлем болса, мағынасы ұқсас, бірақ ортақ сөздері жоқ. Мысалға, далада ауа райы суық болып тұр, қатты суық болып тұр. Екінші сөйлем далада қатты аяз. Екеуінде ортақ сөз жоқ, бірақ мағынасы почти бірдей. Осы екі сөйлемді эмбеддерден өткізетін болса, олардың векторлары бір-біріне жақын болады. То есть косинусный расстояние векторов бір-біріне жақын болады. Осыны эмбеддер деп атайды. Сол сұрақтарымызды эмбеддерден өткіземіз. Сөйтіп барып, оның эмбеддингін алып, ол бойынша біздің базамыздан іздейміз. Документтердің ішінен іздейміз. Документтердің де өзінің эмбеддингтары бар, олардың да векторлары бар. Солардың ішінен іздейміз. Бірақ біздің базамыз тұрады да, RAG деген ол музыкальный стиль дейді ғой. Біздің күткен RAG-ымыз басқа еді. Базамыз осылай береді. Оны LLM-ға жібереміз контекст ретінде. LLM-мен соны көріп, оны әдемілеп, бізге RAG дегеніміз ол музыкальный стиль деп қате жауап береді. Соңында біз осындай разочарование болып күліп қала береміз. Енді бұл жерде қате қай жерде кетуі мүмкін? На самом деле бірнеше жерде қате кетуі мүмкін. Бірінші, біз сұрақты дұрыс қоймадық. То есть сұрақты қойған кезде біз контекстінде айтуымыз керек еді. RAG-ты маған LLM-ға қатысты RAG жайлы айт деп. Общий RAG емес, LLM-ға қатысты RAG жайлы. Яғни сұрақты күшейтуге болады. Екіншісі, мына эмбеддер моделіміз дұрыс емес. Оны біз дұрыс қолданбаған болуымыз мүмкін, мықты эмбеддинг модель қолданбағанымыз болуы мүмкін, немесе жаңағыдай келесі мен осыдан кейін айтатын подходтарды қолданбағанымыз болуы мүмкін. Сол үшін ол дұрыс емес эмбеддинг жасаған болуы мүмкін. Немесе база данлықта болмауы мүмкін.
да, мысалы рак жайлы база данныхта вообще мәлімет болмауы мүмкін, немесе база данных дұрыс жасалмаған болуы мүмкін. Осындай проблемалардың кесірінен LLM қате жауап беретін болады. Енді төртінші қате, ол LLM-ға мысалға дұрыс контекст түссе, LLM-нің қате жауап беру ықтималдығы бар. Бірақ енді өзімнің тәжірибемнен айтам, ол ықтималдығы өте аз. Обычно LLM-ға дұрыс контекст түсетін болса, LLM өте көп жағдайларда дұрыс жауап береді деп ойлай берсеңіздер болады, адаммен салыстырғанда. Ал енді дұрыс ракты жасаудың архитектурасына келіп сүйенсек, қазіргі современный рак системалардың қалай дұрыс жасауға болады? Оны дұрыс жасау үшін бірінші екі пайплайнға бөлеміз. Біріншісі ingestion пайплайн, жаңағы база данныхты жасайтын бөлігі біздің кодымыз. Екіншісі сол база данныхты қолдана отырып, жаңағы клиенттеріміздің сұрақтарына жауап беретін бөлігі, яғни answering пайплайнда. Осы пайплайнның әрбір шарттарын күшейтсе болады. Мысалы, бірінші ingestion пайплайн бізге данный келеді, ол данныйларды алып тазалаймыз, жаңа документтерге бөлеміз, үлкен данный, сөйтіп оны векторный базамызға сақтаймыз. Потом клиентімізден сұрақ келеді, бағана картаның комиссиясы қандай деген сияқты. Ол сұрақты аламыз, оны күшейтеміз, одан кейін сол сұрақ бойынша керек документтерді іздейміз, retrieval. Одан кейін сол документтерді алған соң, оны одан әрі күшейтіп, контекст инженеринг деп аталады. Оны жаңа generation LLM-ға жібереміз. Ал енді сіздер разработка жасап жатсаңыздар, evaluation деген степ бар, ол да өте маңызды. Мен ең маңызды деп айтатын едім. Одан evaluation жасаймыз да, қаншалықты дұрыс болғанын. Енді осылардың әрқайсысына жеке қарасақ, біріншісі енді ingestion да, то есть данныйларды қалай жасауға дұрыс. Енді біздің данныйларымыз текст түрінде келсе, мысалы txt файл, markdown файл, html файл болса, оларды документтерге бөлу оңай, себебі олар қарапайым тексттарда, қарапайым методтарды қолданып бөле салса болады. Бірінші чанк, екінші чанк деп. Бірақ енді данныйлар скан күйінде келетін болса, мысалға PDF, картинка, TIFF файлдар болатын болса, оларды бірінші текстқа айналдыру керек болады. Енді қазір неше түрлі модельдер шығып жатыр, бірден картинканы алып, соның эмбеддинг жасай алатын модельдер бар, бірақ қазіргі лучший модельдер олар әлі текстқа айналдыруды талап етеді, қазіргі лучший подходтар. Сол задачаны, мысалы, сол текстқа айналдыру үшін осындай дайын библиотекалар бар, markdown, marker, docklink деген. Енді практикада осыларды біреуін қолдану жеткілікті, бірақ жетпей жатса, олардың күші жетпей жатса, онда Gemini'дің соңғы шыққан модельдерінің бірі Gemini 2.5 Flash деген модель бар, құдай қаласа 3 шығатын шығар. Соны қолдансаңыздар, ол кез келген қиын документті, кез келген қиын картинканы алып, текстке айналдырып бере алады. Егер ол айналдыра алмайтын болса, онда ол документті алып тастаңыздар болады, немесе қайтадан жасаса болады дұрыстап. Целом осы, енді бізде текст бар, үлкен текст бар. Енді сол текстіні бөлу керек, документтерге бөлу керек. Соны қалай бөлуге болады деген сұрақ болса, онда мына LangChain библиотекамызда біздің text splitters деген көп әртүрлі подходтар бар. Соны қарасаңыздар болады. Но енді мен өзімнің рекомендациям Chonky деген библиотека бар. Ана LangChain библиотекасы ол қиын болып саналады. Оны түсіну қиын, абстракциясы көп. Сол үшін оны қолдану қиындау болуы мүмкін. Және ол абстракциясы көп болған соң, қателесуге оңай. Түсінбесеңіздер, адам негізі түсінбеген заттан қателеседі, сол үшін сол түсініп қолданған жақсы. Сол үшін Chonky деген библиотека бар, астында пост бар, ол жайлы айтылған. Жалпы соны қолдануға кеңес беремін. Ол жақсылап бөлуге көмектеседі документтерге. Бұл енді бірінші жас. Екінші жас енді осы бөлінген документтер қай жаққа сақтаймыз? Бағанада мысалы бір сұрақ болды. Оны сақтауға енді қазір векторный база данныхтың түрлері өте көп. Файс бар, квадрант, PG вектор, VAV8. Бірақ енді мен өзімнің опытымнан Milvus маған ұнады. Себебі Milvus'та біріншіден оңай, оны кіргізу, то есть Milvus клиент деп жасайсыздар да, сонымен жұмыс істей бересіздер Milvus клиентпен. Ал оны енді база данных ретінде ол жерде қарапайым файлды қолданса да болады, немесе бір REST API endpoint көтеріп та, бір система қолданса да болады, немесе басқа бір ремоутта тұрған жерге Docker Compose арқылы контейнер көтеріп солай қолданса да болады. Өте ыңғайлы, яғни продакшнға қолданғанға өте ыңғайлы. Және точності да жақсы, және одан да жақсы жері, ода дайын алгоритмдер бар. Қазір соңына қарай айтам, BM25, TF-IDF сияқты түрлі алгоритмдар бар. Дәлдігін көтеретін Milvus'та соларды дайындап сіздерге беріп қойған, тек шақырсаңыздар жеткілікті. Сол үшін Milvus қолдануға кеңес беретін. Ал енді екінші
енді мысалы сіздер Халықбанк сияқты компания болса, біз мысалға данныйларды шетелге жібере алмаймыз. Біз мысалы ChatGPT-дің жаңағы эмбеддинг модельдерін қолдана алмаймыз, Gemini-дің эмбеддинг модельдерін қолдана алмаймыз. Сол үшін біз өзіміз GPU алып, сол GPU-да өзіміз модельдер локально жасаймыз. Егер сіздерде шетелге жіберуге мүмкіндік болса, онда соларды жіберіп, солардың эмбеддинг модельдерін қолданса болады. Ең жақсылары менің есімде Gemini-дің эмбеддинг моделі қазір топта тұрған модельдің бірі. Ал енді ондай мүмкіндік жоқ болса, біз сияқты онда локально көтергенге ең жақсы модель, ең бірінші ол BGE M3 деген модель деп айтатын едім. Себебі ол өте lightweight, көп ресурсты талап етпейді. Ал енді оның жаңағы точности жетпей жатса, онда мына жақында шыққан Q3 embedding 8 миллиард модель бар, соны көтерсеңіздер болады локально. Оларды көтеру үшін өзінің дайын инструменттері бар. Егер таба алмай жатсаңыздар, онда VLLM қолдансаңыздар болады. VLLM-мен оларды жеңіл көтеруге болады. Мысалы Q3 embedding 8 миллиард моделі примерно 32 гигабайт память алады. Ол енді минимум. Енді 40 гигабайт GPU болса, мысалы A100, да, сонда көтере берсе болады қиындықсыз. Және точности өте жақсы. Одан кейін енді Reranger деген модельдер бар. Қазір Reranger подходы жайлы айтамын кейінірек. Ол модельдерге осы екі модельді қолдансаңыздар болады локально. Енді мынау біз жаңа чанктарды жасап алдық қой. Документті чанктарға бөлдік. Енді оны прямой сақтай салса болады база данныхқа. Бірақ Anthropic деген компания зерттеу жасаған екен, исследование жасап, одан да жақсы сақтау жолдарын ойлап тапқан екен. Олардың біреуі, мысалға, каждый чанкты алып, сол чанкқа бір контекст қосу дейді. Яғни соған бір жалғыз өзін ғана сақтамай, бір контекст қосып сақтау. Мысалға, сіздерде бір кітап болса, кітапты мысалы 100 чанкқа бөлсеңіздер, сол 100 чанктың өзін ғана сақтамай, әр чанкқа ол қандай кітап, ол кітаптың авторы кім, сол сияқты бір общий кітаптың саммариін қосып сақтасаңыздар, кейін сол чанкты табу ықтималдығы артады. Түсінікті, да? То есть сондай шешімге келген осы исследование. Одан басқа да подходтар бар. Мысалға Raptor деген бар. Raptor деген мысалға каждый чанкты сақтаймыз. Ең бірінші уровень ол иерархия сияқты бірнеше уровень бар. Ең бірінші уровеньде каждый чанкты сақтаймыз. Одан кейінгі уровеньде мысалы кітап болса, чаптырлардың саммариін сақтаймыз. Одан кейінгі уровеньде уже жаңағы чаптырдан кейін не болады. Кітаптың өзінің саммариін сақтаймыз, да. То есть үш иерархия қылып сақтаса да, кейін жаңағы ретривалдың дәлдігі артатындығына көзін жеткізген. Осы Raptor деген үлкен пейпер бар, оқып көрсеңіздер болады. Енді одан басқа мынандай да подход бар екен. Чанктың өзін ғана сақтамай, сол чанк жауап беру мүмкін документтерді қосып сақтау. Да, мысалы, сұрақтарды қосып сақтау, документтер емес. Мысалы, бізде бір чанк бар, да, жаңағы Халықбанктың универсальный картасының комиссиясы 15% деген. Соны өзін былай сақтап қойсақ болады, немесе оған ол жауап беру мүмкін сұрақтарды қосып сақтасақ болады. Мысалы, халық универсальный комиссиясы қанша, халық универсальный банк карточкасы бар ма деген сияқты. Сондай сұрақтар болуы мүмкін ғой. Сол сұрақтарды қосып сақтасақ чанкке, ол да кейін ретривал кезінде ықтималдығы артатындығы айтылады. Енді ансуринға келсек, ансуринда бізде көптеген шарттар бар. Бұларға тоқталмай қойын, уақыт аз болған соң. Бірақ қазір именно 5 ең жақсы практикаларды айта кетейін. Біріншісі бізге сұрақ келеді, да? Сұрақты прямой іздемей, сол сұрақ жауап беруі мүмкін документтерді генерация жасап, generate hypothetical embeddings дейді, documents, да? Солай іздеу. Мысалға ғана how to plant tomato, да? Қызанақты қалай егеміз, да? Сондай сұрақ болса, оның қасына соның ответі болатын документ жасаймыз. Қызанақты егу үшін қазу керек, жерді қазу керек, оған дән салу керек деген сияқты. Сөйтіп соны қосып іздейтін болсақ, жалғыз сұрақтың өзін емес, онда табу ықтималдығы артады дейді. Керек документті тауып алу ықтималдығы артады деген тұжырымға келген. Оны хайде деп аталады. Бұл подход іздеп көрсеңіздер болады. Енді одан кейін енді біз чанктарды тауып алдық, сұрағымыз бар. Тек бұл жерде эмбеддинг модельдердің екі түрі бар. Бағана айттым, бірінші эмбеддинг модельдер, олар мағынасымен іздейді. Бағана екі түрлі сөйлем болды, бірде бір ұқсас сөз жоқ, бірақ мағыналары бірдей. Оны традиционный эмбеддинг модельдер деп атайды. Мысалға, ол dense векторлар жасайды. Олардың шығатын векторлары максимум 4000, 8000 dimensional болуы мүмкін. Одан басқа біздің бұрынғы подходымыз бар, да? Осыған дейін істеп келген подходтар бар. Мысалы, Elasticsearch. Elasticsearch қалай істейді?
ол берген сөйлемді сөздерге бөліп, сол документтерден сол сөздер болса, сол сөздер бойынша іздейді. Ол традиционный подходтар. Олар сол под капотом TF-IDF, BM25 сияқты алгоритмдер қолданады. Сол алгоритмдарды мынау Anthropic компаниясы тағы да зерттеу жасап, сол embedding модельдерді қосымша TF-IDF-ті қоса қолданатын болсақ, онда тағы да жағдай дәлдігі артады деген тұжырымға келген. Қазір соңында көрсетемін қаншалықты артқаны. Енді одан басқа біз енді тауып алдық қой бастапқы, мысалға 30 чангты тауып алдық та, ең ұқсас 30 документті. Оларды реранг жасап, олардың ішінен керек документтерді төбесіне шығаруға болады екен. Мысалы айтқаныңызда, біз 6 документ тапсақ, оның 4-еуі неактуальны, біздің сұраққа жауап беру үшін. Бірақ сол неактуальныларды алып тастау үшін реранкер деген модельдер бар. Олар embedding модельдерге қарағанда костлы, олардың косты көп. Сол үшін оларды кішкентай ғана документтерді процессинг жасау үшін қолданады. Сол модельді қолдансақ, онда мынау соңғы керек документтер жоғары қарай шығады екен. То есть ондай да дополнительный сортировка сияқты. Соны қолдансақ та ықтималдығы артатыны айтылады. Енді мынау результаттарына келейік. Жаңа Anthropic компаниясы айтады, егер жалғыз embeddingті қолдансаңыздар, сіздерде қатенің болу ықтималдығы 6% дейді. Ал енді соған жалғыз embedding жасамай, жаңа contextual embedding жасайтын болсаңыздар, керек информацияны қосып документке, онда бірден почти 2 есеге түскен, қатенің болу ықтималдығы. Оған жаңағы BM25 сияқты алгоритмдерді қосатын болсаңыздар, онда одан ары қарай түседі, 3%-ға. Енді оған еще реранкер қоссаңыздар, онда уже 1,9% болған. Яғни қатенің болу ықтималдығы азайған. Енді тағы да бір не бар, multi-hop retrieval деп аталады. Мысалға сіздерде сұрақтарыңыз қиын сұрақ болса, бірнеше шақтан тұратын. Мысалға Apple ма, Microsoft па, қайсының обороты үлкен деген сұрақ болса, бұл сұрақтың жауабын бірден табу қиын болуы мүмкін. Өйткені Apple мен Microsoft-тың документтері бір жерде жатпайды, скорее всего, да. Сондықтан бұндай сұрақтарды бірнеше сұраққа бөліп, Apple-дың обороты қанша, Microsoft-тың обороты қанша деп бірнеше сұрақтарға бөліп, жеке-жеке іздеп, солардың жауаптарын тауып, одан кейін соны общий алып, тағы да LLM-ға жіберіп, содан кейін барып сұраса болады осы сұрақты. Екеуінің жауабын тауып, сонда LLM модельдің точності одан сайын артады. Бұны multi-hop retrieval дейді. Егер даже бұл да жетпей жатса, точностьін үлкейтуге, онда уже агенттерді қолданса ол итеративно іздейтін. Енді соңғысы мынау қарапайым біз сұрақтарды таптық, документтерді таптық, соны бердік. Енді соларды LLM-ға қалай дұрыс берген дұрыс? Бұл жерде уже қарапайым prompt engineering подходтары қолданады. Prompt жазған кезде general guideline-дары болу керек. Бізге керек схемасы болу, керек ответтің схемасы болу керек, JSON схемасы. Оның примерін беруге болады, few shot prompting деп атайды. Мысалға бірнеше примерларды беру сіздерге керек мысалдардың. Немесе және жаңағы келген контекстті қоятын темплейт болу керек. Контекстті қоятын орын болу керек. Керек болса, мына промптты қолдансаңыздар болады. Мына базовый промпт, одан ары қарай күшейтуге де болады. Тағы біреу бар екен. Evaluation енді бізде екі қате болуы мүмкін. Retriever-да болуы мүмкін, generator-да болуы мүмкін. Бағана айтқандағыдай, generator-да қате қазір өте сирек болады тәжірибеде. Көп қате мына retrieval-да болады. Retrieval-да қатені білу үшін қарапайым метриканы қолданса болады. Мысалға contextual recall, contextual precision және contextual relevancy деген сияқты. Негізгі метрикалар өте көп, бірақ қарапайым осы метрикаларды қолдансаңыздар да жеткілікті болады. Осымен бітті презентация. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге болады. Спасибо большое, классно.